Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тирамису тортын жасайтын боламыз. Тирамису тортын мен жай әжім печеньемен жасайтын боламын. Ең бірінші біз кремін дайындап алуымыз керек. Сливкиді құямыз. Сливки міндетті түрде 30% болу керек. Және салқын болу керек. Енді сәл көпіргенше миксермен араластырып аламын. Ақырындап көпіре бастайды, енді қант қосамыз. Аз-аздан қосып отыру керек. Міне достар, сливкиді осындай болғанша араластырдым. Енді оның үстіне творожный сыр саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, біздің крем дайын. Осындай қатты сұйық емес, қатты қою емес, осындай крем шығатын болады. Достар, енді біз пропиткасын жасаймыз. Ыстық қайнап тұрған суға 2 қасық кофе саламыз. Кез келген кофе бола береді. Араластырамыз. Біздің пропиткамыз дайын. Достар, енді біз осындай кез келген печенье аламыз. Пропиткаға батырамыз. Енді ыдысымызға, протеинімізға осылай шет-шетінен қойып шығамыз. Осылай бір қабатын жасап аламыз. Енді үстіне крем жағамыз. Мен жартысын салам. Енді екінші қабатында дәл осылай қайталаймыз. Енді біз бетіне какао себеміз. Сонымен біздің тирамису дайын. Достар, мінекей сіздерге ішін көрсетейін. Осындай болып шығады. Сонымен достар, осындай аз уақытта дәмді тирамису тортын жасадық. Жақсылап сіңу үшін сіздер 2 сағатқа тоңазытқышқа сап қойсаңыздар болады. Жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама тіркеліп, қоңырау шанын басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.